Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі телекөрермендер. Сіздермен біздерді араға апта салып қайта қауыштырған Алла тағалаға сансыз шүкірлер, сансыз мадақтар болсын деп біз бүгінгі бағдарламамызды бастамақпыз. Сіздер Атырау арнасының тікелей эфирінде өтетін Иман нұры діни танымдық бағдарламасын көріп отырсыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы ілім білімге арналмақ. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы білімді мыңды жығар деп аталады. Бүгінгі тақырып жөнінде сіздермен біздерге салиқалы сұхбат беретін студия қонағымен таныс болыңыздар. Атырау қалалық Мәулім берген мешітінің бас имамы Бақытжан Мақсот Рахметұлы келіп отыр. Ассалаумағалейкум аға, студиямызға қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Құрметті телекөрермендер, біздер тікелей эфирдеміз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына қатысты немесе діни мәселеде көкейде жүрген көп сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген 45-87-75 нөміріне жолдауларыңызға болады. Біз сіздерді күтеміз. Құрметті Мақсот Рахметұлы, тағы да студиямызға қош келдіңіз. Мынау енді бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы да ілім білімге арналмақ. Осы орайда сізге қояр алғашқы сауалым, мынау халқымызда білекті бірді, білімді мыңды жығады деген керемет сөз бар. Осы жалпы білім алудың адам баласы үшін маңызы қандай, соған бір тереңірек тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ардақты ағайын, мынау бүгінгі кездесуіміздің тақырыбы, сұхбаттың тақырыбы білімді мың жығар болып жатыр екен. Бұл халқымызға белгілі қанатты сөз. Жалпы қай мәселенде түбірінен алатын болсақ, бірінші қасиетті Құран, одан кейін ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті, хадистерінен қараймыз екен. Дұрыс айтасыз. Жалпы пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жарық дүниеге келу айы Мәуліт айында отырмыз. Рабиул ауал айының ішінде отырмыз. Алла тағала осы Мәуліт айын елімізге, халқымызға берекелі қылғай. Әмин, айтқаныңыз. Жалпы тарихшылардың айтуынша, осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлық келместен бұрынғы дәуірді жалпы әлемдік деңгейде жахилдік дәуір, жахилет дәуір дейді екен. Яғни қараңғылық, надандық дәуір дейді екен. Әрине, ол заманда да ілім-білім болған болар. Дегенмен сол замандағы бір надани амалдар, мынау әртүрлі күнәнің, әртүрлі жаман істердің белең алуы, соның ішінде осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жарық дүниеге келген араб жазирасында мынау қыздардың тірідей өлтірілуі, араққа салынуы, зинақорлықтың белең алуы, бұның барлығы сол надандықтың, білімсіздіктің белгілерінен екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жарық дүниеге келуімен осының барлығы пайғамбарымыз өз хадисінде айтқандай жахилет дәуірінің жаман әдеттерін табанымен таптаймын деп, осы білім-білімге сөзіңіз аузыңызда. Қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Жақсы. Алло, кеш жарық, сіз тыңдап отырмыз, сіз эфирдесіз. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Сауалыңызды жолдай беріңіз. Президентіміз Назарбаев мына Қазақстан бойынша мына айтты, мына паран жайып жүргендер, мына қазақтың қыздары сақалмен жүргендер, балақ кескендерді осыған бір қатты бір сөз айтқан еді ғой. Сол әлі орындалған жоқ қой. Қалай болады осы болашақта? Көп осы Қазақстан бойынша жайлап кетті деген сияқты. Рахмет, сауалыңыз түсінікті. Жалпы көрерменіміздің сауалы қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі мынау орамал мен бетті жабумен сақалға байланысты төңірегінде айтып отқан сияқты. Содан қысқа нұсқа жауап беріп өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы біз зайырлы мемлекетпіз. Конституциялық ұстанымымыз бар, заңымыз бар, елбасымыз бар, заңдылықтарымыз бар. Жалпы мемлекетіміз мынау дін мәселесінде үлкен қолдау көрсетіп отыр. Дін министрлігі, қоғамдық келісім деген министрлік құрылды. Діни басқармамыз бар. Бұл жөнінде арнайы діни басқарманың бас мүфтиіміздің мәлімдемесі болды. Және құзырлы орындар арнайы өзінің де заң бойынша өзінің шешімдерін айтып жатыр. Бізде ешқандай бір шектеу көріп жатқан жоқпыз. Әрине бір мектептің, бір мекемелердің оның ішкі тәртібі болуы мүмкін. Енді жалпы қоғамда кейбір белең алған мынау
білімсіздікпен мынау сақалын шектен тыс қою, балағын тым қысқарту деген секілді ол адамдардың өзінің жеке басына байланысты мәселелер деп түсінеміз. Жалпы ислам ондай бір шектен шығуға қарсы, әдеппен осы қоғамның құндылықтарынан, заңдылықтардан аспай жүрсе, бәрі де тамаша болар еді деген ойдамыз иншалла. Түсінікті, рахмет. Жаңағы алғаш сауалымызға орнасақ. Енді міне сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жарық дүниеге келіп, осы Амина анамыздың құрсағынан осы пайғамбарлық міндет жүктеліп, және пайғамбарымыз мынау Хира дейтін үңгірде, мынау Мекке қаласының қасында 3-4 шақырымдай деп айтады. Сол жерде ең алғаш қасиетті Құранның аяттары түсе бастады. Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин ғалақ, иқра раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, аллази инсана малам яғлам дейді. Яғни осы алғашқы 5 аятты қазақшалайтын болсақ, Алақ сүресінің 1 және 5 аяттарында Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне ең бірінші аятта Құранның оқы, сондай жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адам баласын ұйған қаннан жаратқан, оқы, ол Раббың аса ардақты, сондай қаламмен үйреткен, ол адамзатқа білмеген нәрселерін үйреткен дейді. Яғни осы аятты алып қарайтын болсақ, Алла Тағала білім туралы айтып жатыр, оқу туралы айтып жатыр, ілім туралы айтып жатыр екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзіне осы оқы деп алғашқы аяттарды түсіруінің өзі ілім-білімнің қаншалықты маңызды екенін біздерге түсінікті екен. Енді тағы да бір мынау аятта Алла Тағала Таха сүресінің 114 аятында шынайы меңгеруші Алла әр нәрседен жоғары. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам саған етілген уахи бітіруден бұрын Құранды оқуға асықпа, Раббым білімімді арттыр деп аят түсіреді екен. Яғни пайғамбарымызда саллаллаху алейхи уассалам Робби зидни ғилман деп, яғни Раббым білімімді арттыр деп дұға қылады екен. Яғни осы Құраннан және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен түсінетініміз білімді қашанда биік болатыны анық екен иншалла. Түсінікті, жалпы жаңа Құран аяттарына мысалдар келтіріп отырсыз. Осы Құранды үйреніп, оны өзгелерге үйретудің маңыздылығы қандай, сауабы қандай, сол жөнінде тереңдеп? Өте жақсы сұрақ. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы өзінің көз тірісінде, яғни 23 жылдың ішінде кейбір деректер бойынша 100 мыңнан астам сахабаларды, яғни асхабтарын, жолдастарын тура жолға салып тәрбиелеп кетті. Ілім-білімге, исламға. Енді кейбір деректерде сол дәуірлерде мынау арабтардың арасында сауатты адамдар өте аз болған екен. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кейбір соғыстарда қолға түскен мынау яхуди, басқа да бір білімді адамдар болса, соларды 10 адамның сауатын ашу шартымен босатқан екен. Яғни пайғамбарымыз жазу, оқу секілді мәселеге қатты мән берген екен. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы Құран туралы айтқанда бір хадисінде айтады екен: мұсылман ерге де, әйелге де білім алу парыз дейді. Және сендердің жақсыларың Құранды үйренгендерің, және оны басқаға үйреткендерің дейді екен. Мынау Құрып мұхаттат дейді, жаңағы кейбір сүрелерде әлиф, ләм, мим деп келетін басталатын аяттар бар. Сонда пайғамбарымыз нақылдайды: Құранның әрбір әрпіне сауап жазылады дейді. Яғни әлиф, ләм, мим деген әрбір жеке-жеке әріптерге 10-10-нан жаңа сауап жазылатын біздерге осы Құранның оқуды және оны біреуге үйретуді қаншалықты маңызды екенін пайғамбарымыз осы хадис шәріптерінде біздерге жеткізіп жатыр екен. Сол себептен барынша Құран оқиық, Құранды оқытайық, барынша үйренейік. Рахмет. Жалпы мынау тәрбиесі берілген білім адамзаттың қас жауы деген ойшылдарымыздың бір керемет сөздері бар. Осы тәрбие мен білімді адам бойынан қалай қатар ұштастыруға болады? Енді менің білуімше мынау әдепсіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп Әл-Фараби айтқан секілді. Енді әрине мынау әдеп деген нәрсе болады. Әр оқудың, әр ілімнің. Осы жерде мынау Абу Ханифа мазғабымыздың жетекшісі туралы бір уақиға айта кетсем, әдеп туралы, ілімді қалай алу керек жалпы, оның маңыздылығы туралы. Абу Ханифа бір өзі шәкірттерімен бір жерге бір үлкен ғалым келді, ілім иесі келді деп,
шәкірттерін ертіп шығады екен. Ұзақ жолдан жүріп келіп, сол әркімнен сұрастырып, сол жаңағы ілім иесін, ғалымды табады екен. Бір мешіттің төңірегінен кездестіріп, әркімнен сұрап, ана тұрған адам сол ғалым деп айтады екен. Сол жақындап келген уақытында Абу Ханифа әлгі ғылым иесіне қарап тұрып, сәлден кейін шәкірттеріне біз осы жерден қайтамыз, ілім алып болдық деп кері қайтып кетеді екен. Сонда шәкірттер түсінбей, я Хазірет, біз мына жерге келдік, ілім иесін көріп тұрмыз, әлгі ғалымды, неге қасына бармадық, ілім алмадық дегенде, Абу Ханифа былай деп жауап берген екен дейді. Ол кісіде ілім болса, білім болса болар, бірақ әдеп жоқ екен дейді. Себебі сол ілім иесі деген, ғалым иесі деген адам мешіттің қасында, мұнараның қасында тұрып, құбылаға қарай түкіріп, ол түкірік желмен келіп мешіттің мұнарасына соғып жатыр екен. Осыны Абу Ханифа байқап, ол кісіде ілім болса болар, бірақ әдеп жоқ екен деген екен. Сол себептен мынау білім алғанда ең бастысы әдеппен, сондай бір жақсы мәдениетпен алғанымыз абзал деген ойдамыз енді. Білім алған кезде жалпы ол ұстаз бен шәкірттің арасында болатын үлкен дүние екенін білеміз. Ұстаз бен шәкірттің арасында қарым-қатынас қалай болды? Енді жалпы қазіргі мынау бәріне бірдей топырақ шашудан аулақпыз, бірақ кейінгі жастарымыздың көбі осы медресе көрмеген. Ұстаздың алдын көрмеген, ұстаздан тәлім тәрбие алмаған деп көбіне ойлаймыз. Сол біздің кішкене ойымыз болып тұр. Мынау медресе көрген, ұстаздың алдын көрген, ұстаздың тәлім тәрбиесін көрген шәкірт, яғни мұсылман ешқашан өрескел жаман әдеттерге ешқашан аяқ баспайды. Яғни ұстаз бен шәкірттің арасында сыйластық болады, жақсы бір қарым-қатынас болады, сондай бір жаңағы әдеп, көркем мінездер болады. Сол себептен осы екі арада сондай бір әдептер, сыйластықтар қалыптасса, осы ұстаз бен шәкірттің арасындағы ең басты құндылықтар сол деген ойдамын, иншалла. Жалпы мынау енді Алла елшісінің бір өнегелі өміріне көз салып отырсақ, мынау Алла елшісі Құранды қалай, Жебірейіл періштелер қалай үйренді, және оның қасында серіктеріне, яғни сахабаларға қалай үйретті? Енді жаңа сөзіміздің басында айтып жатырмыз, Хазіреті Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға ең алғаш осы Хира үңгірінде қасиетті Құранды Жебірейіл періште әкелді. Шамамен 23 жылда осы Құран аяттары түрлі мәселелерге, түрлі жағдайларға байланысты осы пайғамбарымызға толық түсірілді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында қазіргідей медресе болған жоқ, қазіргідей керемет мешіттер болған жоқ. Сахабалар үлкен жаңағы қиыншылықта жүріп, үлкен сондай жаңағы сынақтарда жүріп, осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан дінді үйренді, Құранды үйренді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Құранды сахабаларына сондай жаңағы үлкен іліммен үйретті. Енді солардың ішінде Абу Бәкір Хазірет, Омар Хазірет, Осман Хазірет, Хазіреті Алилердің орны бөлек. Бұл кісілер Құранды қазақша айтқанда ішіп алған, толығымен бойларына сіңіріп алған. Меңгерген. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам туралы Айша анамыздан сұрағанда, Айша анамыз оның бойы толған, оның мінезі Құран еді ғой деп жаңағы пайғамбарымыз туралы айтқан екен. Яғни пайғамбарымыздың көркем мінезі, оның жаңағыдай сабырлығы, оның жаңағыдай түрлі жақсы қасиеттері ол осы Құраннан әрі екен. Енді мынау пайғамбарымыздың қасында үлкен сахабалар осы пайғамбарымызбен үлкен сынақтарды бастан кешіріп дінді үйретті, Құранды таратты. Соның біреуі осы Хазіреті Омар екен. Хазіреті Омар туралы Абдуллах ибн Масғуд, Хазіреті Омардың ілімін таразының бір жағына қойсаң, басқа әлемнің ілімін таразының бір жағына қойсаң, Омар Хазіреттің ілімі ауыр келеді деген екен. Міне осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының деңгейлері осындай үлкен дәрежеде еді. Түсінікті. Жалпы қазіргі таңда баршамыз білетіндей, мынау ұлттық құндылықтарымызды ұлықтамай, дәстүрлерімізді дәріптемей, теріске шығарып жүрген мынау жетім көзқараста жастарымыз бар. Осының себебі неде?
діни сауатсыздықтың салдарынан ба болса қандай? Енді бұның неше түрлі себептері болуы мүмкін. Жаңада жалпы жеке ойым, мынау қазір Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты осы 10 шақты медресеміз бар. Дегенмен осы біздің Атырау өңірінде әлі күнге дейін бір медресе болмай келе жатыр. Мынау Балықшыда өзіңіз білетіндей Иманғали орталық мешітінің сауат ашу курсы бар. Ол жерде жақсы ілім жүріп жатыр. Орталық мешітте медресе бар. Басқа мешіттерде шағын бір медреселер, сауат ашу орталықта жаңағы бөлмелер бар. Дегенмен бір үлкен білім ордасы болса, медресе болса, осы жастарымыз сол жерден білім алса, ұстаздан білім алса, ұстаздан тәрбие алса, бұл жаңағыдай жатын көзқарастарға, жаңағы жат ағымдардың жетегіне кетпесе деген ойдамыз. Енді кешегі тәуелсіз алған жылдары бір заңның солқылдақтығынан ба, әлде бір қадағалаудың түрлі жағдайлардың себебінен бе, кейбір жастарымыз шетелге, мынау араб елдеріне ілім алуға аттанды. Енді олар сол жерден дінді үйренді, және сол жердің дәстүрінде үйренді. Дәстүрін. Сол жердің дәстүрінде кейбір осы қоса алып келіп, осы қазақтың қоғамына, санасына сіңіруге тырысып жүргендерде жоқ емес. Жалпы мынау Хазірет муфтиіміз Ержан Қажы Малғажылының бір сөзі бар. Ағым дейді, ол ағын су секілді дейді. Ағын су секілді. Өтеді де кетеді ағып дейді. Бірақ жолындағы біраз нәрсені білдіріп кетеді дейді. Өкінішке орай қазіргі кейбір жастарымыз білімсіздікпен осы жат ағымның жетегінде кешегі Мәуліт мерекесінде болсаңыз, анау өнер қырандары бір керемет көрініс көрсетті. Сол жаңағы үлкен ойланарлық, әкесін жылатып жатыр, шешесін ағайын туыстарымен ажырап жатыр. Бұның барлығы біздің ислам дінінде жат нәрсе. Ислам діні ешқашан мұндай шетін көзқарастарға шақырмайды. Қайта ислам деген сөздің мағынасы түбі бейбітшілік, сәлем деген мағынаны білдіреді екен. Сол себептен кейбір білімсіздікпен жүрген жастарымызды осы тура жолға жүруге, ахли суннаның жолына жүруге, және осы мешіттерден келіп, медреселерден, имамдардан, ұстаздардан дәріс алуға шақырамыз иншалла. Бұның барлығы сол білімсіздіктен, қазақша айтқанда кішкене бір ақылсыздықтан болып жатқан жағдайлар деп түсінеміз. Алла бұйырса, бұл да жайлап оңына келер иншалла. Түсінікті. Мына өзіңіз білетіндей, біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет. Яғни осы зайырлы қоғамда зайырлы білім алудың маңыздылығы қандай? Зайырлы мемлекет деген бұл дінсіз мемлекет емес. Баршаңызға белгілі, әрине дінге араласпайды, дін мемлекеттің саясатқа кірмейді деген секілді. Дегенмен жаңа сөзіміздің басында айттық, мемлекетіміз осы елбасымыздың қолдауымен барлық жағдайды жасап отыр. Шетелде де тиісті бір оқу орындарынан ілім алып келіп жатыр. Дегенмен зайырлы мемлекетте мынау қандай ілім алсаң да өзіңіздің еркіңіз әрине. Бірақ осы діни ілімді зайырлық біліммен, яғни дүнияи біліммен ұштастырып, білімін жетілдіріп жүретін болсаңыз, одан ешқандай оғашқылық көріп отқан жоқпыз. Қазіргі соңғы уақытта осы имам бауырларымыз осы жаңағы үлкен оқу орындарында яқтап, діни іліммен қатар екеуін алып, білімдерін шыңдап атқанында көріп жатырмыз. Қонушылған көріміз бар екен. Жақсы. Алло, кеш жарық, сізді тыңдап отырмыз, сауалыңызды жолдай беріңіз. Алло, саламатсыз? Ассаламуалейкум. Уалейкум ассалам. Мен екі сұрағым бар еді имамға. Жолдай беріңіз, сізді тыңдап отырмыз. Біз қазақтар сунниттеріміз ба, шейттеріміз ба, бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, әйелі күйеуінің фамилиясын алу дұрыс па? Рахмет, сауалыңыз түсінікті. Сұрақ түсінікті. Біздер жаңа сөзімді айтқандай ахли сунна уал жамаға мынау 4 мазғаб дейді. Яғни Ханафи мазғабы, Шафи, Малики және Ахмад ибн Хамбалдың салған мазғабы осы 4 мазғабты құрап ахли сунна уал жамаға дейді. Әлемнің шамамен 90% осы сүнниттер. Одан кейін қалған 10%-ның шамалы 5-6%-ын шииттер, шиғалар, қалған 1-4%-ын осы деректер бойынша адасқан ағымдар, жаңа фирқалар, топтар құрайды екен. Біз ата-бабамыз осы сүнниттік жолмен келе жатырмыз. Біз сүнниттеріміз жалпы. Енді екінші сұрағы?
әйел адам ер адам тегіне ол өтеу енді менің білуімше бұл кешегі кеңес заманында болған бір жағдайлар. Яғни ерінің несіне тегіне өту деген секілді. Жалпы қазақтың ұғымында ондай мәселе жоқ. Әркім өзінің ата тегімен аталады, солай қалғаны абзал деген ойдамыз. Түсінікті. Жалпы жаңа өзіңіз жоғарыда айтып өткендей, мынау діни ілім мен дүниеви ілімді қатар алып жүруге бола ма? Немесе тек діни біліммен ғана шектеліп қалу керек пе? Сол жөнінде бір. Мына жерде бір деректі оқи кетейін. Баршамыз білетін кешегі қазақтың ардақтылары, мынау алаш қайраткерлері дейміз, Жұмақжан Жұмабаев 8 жыл медреседе оқыған екен. 8 жыл медресе. Соның ішінде Уфадағы Ғалияда оқыған екен. Енді Бейімбет Майлин, ол да сол 5 жыл медреседе оқыған екен. Абай Құнанбаев атамыз, ұлттың ұстазы, данышпан, 3 жыл медреседе оқыған. Міржақып Дулатов 2 жыл молдада оқыған екен. Енді осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Бұның ешқандай оғаштығы жоқ. Яғни дінге қайшы келмесе, зайырлы ілімді алудың ешбір оғаштығы, сөкеттігі жоқ. Түсінікті. Жалпы енді бұл сауалды қойған себебім қазіргі таңда мынау қазіргі жастар өзіңіз білесіз, дамыған заман барлығы ғаламтор бетінен іздейді білімді. Сол себепті де мынау діннен басқа саланы кейбір жастар қажетсінбей бара жатыр. Түсінікті. Мысалға, дәрігер деген мамандық бар. Сол әрине дін ілімін алғанын абзал. Құран оқы, хадис оқы, бірақ бір дәрігерліктің бірнеше саласы болады. Ал сол мамандықтарды оқымайтын болса, мысалға, сол зайырлы білімді алмайтын болса, мұғалімдік деген мамандық бар, мысалға. Егер ол мамандықтарды алмайтын болсақ, сонда біздің қоғамымыз қандай болады? Балаларымыз кімнен оқиды? Бұның барлығын бірдей медреседе, мысалға, мешітте оқытылып жатқан жоқ. Кезінде болған болар, бірақ қазір дін мен мемлекет себеп бөлек болғаннан кейін белгілі бір жаңағы қағидаттарда. Сол себептен бұның барлығы бос сөз. Яғни зайырлы білім алу, өзінің мамандығын таңдау әркімнің конституциялық ата заңда жазылған құқығы. Оны қараңғылықпен, надандықпен жоққа шығарып жүргендер болса, ондай әдеттен тыйылған абзал деген ойдамын. Түсінікті, рахмет. Мынау енді өзіңіз білетіндей қазіргі таңда жаһандану дәуірі, жаһандану заман деп жатырмыз. Осы жаһандану заманында ілесеміз деп кейбір ұлттық құндылықтарымыздан ажырап бара жатқан жоқпыз ба, қалай ойлайсыз? Оның бір бас себептерінің бірі мынау жастарымыздың қазіргі таңда батыстың мәдениетін, әдебиетін үйренуі деген сияқты. Біздің салт дәстүрімізге, дінімізге қайшы мерекелер тойлауы деген сияқты. Сол жөнінде не айтар едіңіз? Абай атамыз айтады ғой, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешсермедім дейді. Яғни білім алу, ілім алу ол біздерге ешқандай артықшылық жоқ. Қазіргі замандағы жастарымыздың ғаламторға бетіне, ғаламторға байлануы, әртүрлі мәселеде осы интернет дейміз ғой, желіде түрлі отыруы, бұл да бір заманның бір дерті болар. Осы заманның ағымы, дерті. Бірақ енді әр нәрсенің өзінің әдебі, өзінің бір мәдениеті, өзінің бір шектеу болмаса, бұл да өте бір қиын нәрсе. Біздің заманымызда бұндай көп нәрселер болған жоқ. Қазіргі жастарға енді әркімнің өзінің ақылы өзінде, дегенмен барынша осы шектеу қойып, осы керек жерін алып деген секілді пайдалы нәрселер болса алып, осы заманның бір дамыған бір жетістігі ғой, енді ғаламтор, интернет, бұның барлығын өзінің орнымен пайдаланса құба-құп болар еді. Дұрыс жағына қолдана білу керек. Дұрыс жағына, заманға байланысты, қазіргі технологияға байланысты, енді мемлекеттің саясаты бар, былай айтқанда жүргізіп жатқан. Бұның барлығында ешқандай жоққа шығаруға болмайды, бірақ сол жастарымыз барынша сол ақ пен қараны айырып, сол орта тұсты таңдап, сол адасудан, түрлі жамандыққа кетуден сақтанса деген ойым ғой. Түсінікті. Мынау енді жалпы қазір Аллаға шүкір, еліміз тәуелсіз мемлекетімізде мынау өзіміздің
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қызмет етіп жатыр. Мына онда білікті мамандар, ғалымдар елімізге өздерінің білімдерімен бөлісіп жатқан жайы бар. Осы асыл дінімізбен астасқан ұлттық құндылықтарымызды, дәстүрімізді дәріптеп жатыр. Енді осы тұрғыда сізге қойайын деген бір сауалым, осы дін мен дәстүр үндескенде дін дамиды, дәстүр байиды деген көзқарасқа қандай алып қосарыңыз бар? Енді жоғарыда айтқандай, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қазір осы қазақ елі мұсылмандарының қара шаңырағы болып қалыптасты. Бұл діни басқармада қазір Аллаға шүкір көптеген ғалым, білімді азаматтар бар. Яғни қай жағынан алсаңда дін болсын, дәстүр болсын, қазіргі заманның мәселелері болсын, қазақша айтқанда шемешкедей шағып, Құран мен сүннеттен барынende жауап беретін деңгейде. Сол себептен біз дініміз ешқашан мынау қайшы келмейтін жағдай болатын болса, қазақтың өзі де айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Ал енді дінімізге қайшы келмейтін, шариғатымыздың шартына сай келмейтін дәстүрлер болмаса, дініміз ешқашан оны жоққа шығармайды. Бұның барлығы өзі ғылыммен, іліммен, адамның санасымен болу шарттар. Мынау дәстүрімізді ұстану өзіміздің ата жолымыз. Жалпы әрбір ұлттың ұлт болып қалыптасу үшін үш нәрсе болу керек деген бар. Оның бірінші дін болса, екінші тіл болса, үшінші осы дәстүр екен. Сол себептен осы үш құндылығымызды арттырып, аман-есен жүруге Алла нәсіп етке баршамызға. Әмин. Осы дәстүрлі ұлттық құндылықтарымызды насихаттау барысында қазір таңда сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылуда, сол жөніне кішкене тоқталып өтсеңіз. Енді біздерде мынау дін мен дәстүр дейтін осы бір-екі том кітапшаға шықты. Жақында осы Ұлы дала деген үлкен бір кітап шықты, осы Әзірет Сұлтан мешітінің тарапынан. Онда осы қазақтың даласындағы түрлі тарихи орындар, дәстүрлі жаңағы жағдайлар, солар бары әңгімеленген. Енді осы қал-қадір келгенше діни басқарма тарапынан осы тапсырылған жұмыстарды осы шариғи мәселе болсын, дәстүрлі мәселе болсын орындауға тырысып атқан жағдайымыз бар, иншалла. Мынау енді жалпы жаңа білім жөнінде жоғарыда айтып өткендей, осы төңіректе саңлақ сахабалардың өмірінен бір мысал келтірмей өтпеуге болмайтын шығар. Ілім білімге деген көзқарасы қандай болды? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тұсында сахабалар көп қиындық көрді. Солардың ішінде Абдуллах ибн Масғуд деген үлкен сахаба болды. Анау Қағбаның қасына сахабаларды жолатпай тұрған уақытта бір Меккенің сыртында бір үйге тығылып Құран оқып отырған уақытында сахабалар айтады екен: "Ей шіркін, осы Меккенің Қағбаның қасына барып Құран оқысақ, намаз оқысақ" деп. Сонда Абдуллах ибн Масғуд "Мен барамын" деп шығады екен. Сахабалар: "Ей, сені мүшриктер аямайды, тоқтаңыз" дегеніне қарамай барып Қағбаның қасына барып Құран оқып, намаз оқиды екен. Мүшриктер ол Абдуллах ибн Масғудты ұстап, аяқ қолын сындырып, тас-талқан қылып сабап, үйінің қасына келіп тастайды екен. Сонда сахабалар аяп: "Ей Абдуллах, саған айтпадық па? Олар сені аямайды ғой" дегенде, Абдуллах ибн Масғуд: "Қаласаңдар сол жерге тағы барайын" деген екен. Яғни сол жерге барып тағы да Құран оқиын, сол жерге барып тағы да намаз оқиын деп жауап берген екен дейді. Яғни сахабалардың дінге деген, пайғамбарға деген, Құранға деген адалдықтары осындай үлкен өлшеусіз сезімде болған екен, иншалла. Осы бәрімізде сол Абай атамыз айтады ғой: "Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз" дейді. Осы шынайы дінімізді ұстануға Алла баршамызға нәсіп етке, иншалла. Әмин. Жалпы қазір таңда ілім алам, білім үйренем деген жастар қандай жерлерден білім алуға болады? Енді жоғарыда айтқандай, қазіргі уақытта мына мемлекеттің тарапынан қадағалаумен рұқсат етілген қағаздары, арнайы жаңағы рұқсат етілген қағаздармен менің білуімше 10 шақты жерде осы діни басқарманың тарапында медреселер бар. Алматыда, Астанада, өзіміздің ең жақын жері мына Оралда мысалға. Міне осы барынша осы Қазақстанның өзінен, қазақ елінен ілім алған абзал. Енді әрине әркімнің өзінің еркі ғой дегенмен, қазір осы
қазақ елінің жастары, ғалымдары өсіп жетілді. Осы елімізден білім алса, иншалла адаспайтынына Алла тағала кепіл болар иншалла. Жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, тағы мынау діни сауатсыздық деп жатырмыз. Осының діни сауатсыздықтың алдын алу жолдары қандай? Алдын алу жолдары ол жаңа насихат қалай жүру керек? Жалпы жастық деген нәрсе ол бәрімізде жас болдық. Албырт болады, кішкене аңқаулық болар, түрлі жағдаймен сол жат ағымдардың жетегіне білімсіздікпен кетіп жатқан болар. Мынау түсіндіру шаралары, барынша үгіттеу, насихаттау шаралары жүргізілу керек деп ойлаймыз. Ал енді күш қолдану, түрлі жағдай ол енді ең соңғы жағдайлар болар. Сол себептен қазақтың жастары, Абай атамыз айтады ғой, әр қазақ менің жалғызым деп. Ат төбелінде ғана қазақпыз, осы жастарымыздың адаспай жақсы жолда болғанын бәріміз де қалаймыз. Құрметті Мақсұт Рахметұлы, жалпы еліңізге, жұртыңызға айтар тілегіңіз болса? Алдымен, мынау жұма кіріп жатыр, баршамызға жұма мүбәрәк болсын. Алдымызда мынау тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Осы тәуелсіздік жолында талай ата-бабаларымыз қан төкті. Осы Атырау мен Алтай арасындағы айлапат жерімізді аман сақтап қалды. Алдымен осы еліміздің іргесі берік болғай. Мынау ішкі сыртқы дұшпандарды Алла тағала зиянсыз етсін. Алла тағала ілімді жастарымызды молынан қылсын. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп Мағжан атамыз бекер айтпаған. Үлкендеріміз аман болсын, жастарымыз сау болсын. Тек жақсылықта, жақсы күндерде жолығуды Алла нәсіп етсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Құрметті Мақсұт Рахметұлы, бағдарламамызға келіп, салиқалы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алла тағала жасап жүрген істеріңізге береке берсін, сауаптан тартсын дейміз. Әмин. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз осымен аяқталды. Тал бесіктен жер бесікке шейін білім алуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.